Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алашылардан қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Айгүл Иманбаева екі немереме де қазақша есім бердік. Әнші, актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Иманбаева Жібек жолы арнасының бүгін лайф бағдарламасына берген сұхбатында екі немересіне де қазақша есім таңдағанын айтты деп хабарлайды Қазнұр-Кз. Үйде анам бар, ол кісінің көзінше өзімді әже деп атай бермеймін. Мен апасымын, көбінде немерелеріме қарайтын анам. Екі немерем де тәтті, үлкені 1,5 жастан асты. Есімі Айсұлу. Екінші немерем Айсұлтан, біріншісін анам, екіншісінің есімін мен қойдым. Соңғы уақытта қазақша есімдер азайып бара жатқандай. Сол себепті Айсұлтан қойдым. Әжесі Айгүл, әпкесі Айсұлу болған соң Айсұлтан деген есімді таңдадым, деді әнші. Еске салайық, жуырда әнші екінші рет әже атанды. Әншінің ұлы Асылжан Абдумуталиев екінші рет әке атанды. Айгүл Иманбаева шығармашылығын қайта қолға алатынын айтты. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.